сарайдың ішіндегі бүкіл дүнияның бәрін шығарды. Енді осының бәрін сорттап, сосын жинау керек. Менің сүйкімді алтын қайын інілерім. Күшті отыр? Иә, күшті отыр. Қай жерге тұр, қай жерде? Қай жерде? Сарайдың бұл орында қора болды. Сарай болды ғой. Соған елу тауық неше қазық қыдырған. Көрпетігу. Мынаның барлығын орадым. Енді көрпетігу деп жатырмын. Тойдың алдында барлық шаруаның 80%-ын өзім жасадым десем де болады. Себебі үйдегі жалғыз келінмін. Енем только кешкі уақытта келген уақытта көмектеседі. Оған дейін целый день мен үйде баламен жүріп, осы тірліктің барлығын жасап бітіріп, әйтеуір тойға дейін дайындадық. Соның ішінде көрпетігу де бар. Әйтеуір көп нәрсені мен түсіре алмадым. Себебі то память болмай қалады, то не до видео болады. Себебі қызыммен алысып жүріп, шаруаны бітіріп тастау керек болады. Бір қолыңа телефон, бір қолыңа қыздың үшінші қол болмағасын. Көп жағдайда фотоға, видеоға түсіре алмадым. Бірақ тойдың алдында осындай күшті суматоха болды. Барлығымыз бірігіп, жұмылып, шаруа жасадық, үйді реттедік. Бұл да бір отбасылық бірлікті қамтамасыз етеді екен. Тойдың алдындағы керемет дайындық әрине бізді шаршатты, дегенмен очень приятная усталость десек те болады. Сөйтіп, әйтеуір көп деген шаруаларды жасап, тойымызды аман-есен атқарып шықтық. 5 теңге. Мен 220 болсам дайын. Бұл красканың құдіреті орданың бар. Ал сен? Осылай ба?